Бауыр ас қорыту мен асты сіңіруге қатысатын ең үлкен без болып табылады. Ал оның ең үлкен қызметі бұл ағзаға түскен ауыр улы заттарды залалсыздандыру. Дәлірек айтсақ, ағзаға түскен қауіпті, пайдасы жоқ тағамдарды реттеуді қолға алатын мүше болып табылады. Достар, қаңтар айының соңына дейін 1000 оқырманға жетуге көмектесулеріңізді сұраймын. Ол үшін каналға тіркеліп, лайк басып, видеоны соңына дейін көруіңізді сұраймын. Егер залалы мен зияны мол тағамды көп тұтынатын болсақ, мұның соңы бауырдың түрлі ауруға шалдығуына, істен шығуына әкеледі. Ендеше мұның алдын алу үшін мамандардың айтуымен мына 7 түрлі тағамды тұтынуды тоқтату қажет. Ең алдымен мамандардың айтуынша қанты мол тағам тұтынуды доғару қажет, әсіресе газдалған сусынды. Оның құрамындағы химиялық заттар мен хош иістендіргіш қанды қоспа, мұның бәрі бауырға салмақ салады. Оның орнынан кәдімгі ауыз су не қайнатылған шөп шай ішіңіз. Көкөніс ағзаға өте пайдалы, бірақ жемісті байқап жеген жөн. Әсіресе фруктоза, қанттың бір түрі, көп жемістерді азайтқан абзал. Бауырға тұз жақпайды. Тұзы мол тағамдарды азайту қажет. Әсіресе чипсы, қытырлақ, нандарды жеуге болмайды. Оның құрамындағы тұз өте көп. Ішімдікте бауырды езіп жібереді. Сондықтан ішімдіктен де бас тартқан абзал. Бауырға зиянды тағамдардың бірі крекертектес піспен нан түрлері. Онда рафинатталған көміртегі мен қант көп болады. Шұжық пен майлы еттің орнына майы аз үйрек пен тауық етін жеген дұрыс. Мамандардың айтқан зиянды тағамның 7-ші түрі майлы қуырылған тағам. Бауырға пайдалы тағамдар туралы айтатын болсақ, бауырға ең пайдалы тағамдар жетерлік. Соның бірі ақуызы мол тағамдар. Зерттеу нәтижесі көрсеткендей, ақуыз бауырда май жинау қаупін 16%-ға азайтады екен. Ал ақуыз ет пен балықта, жұмыртқада, сүзбеде көп болады. Майы аз ет жеуге тырысқан жөн. Көбінесе ақ етті, яғни тауық пен үйректің еті майсыз келеді. Бауырға пайдалы көкөніс пен жеміс. Әсіресе қызанақ, қияр, сәбіз, орамжапырақ пен асқабақ, болгар бұрышы өте пайдалы. Сондықтан оны етпен бірге гарнир ретінде жеген жөн. Жеміс дегеніміз қант, оны ұмытпаған жөн. Сол себепті жемісті таңдап, қанты аз жемісті тұтынған абзал. Кептірілген жеміс, өрік пен мейіз, авокадо, алма бауырға жақсы әсер етеді. Асқабақ пен қызылшаның сусынын дайындап ішуге болады. Пияз бен сарымсақ та бауырға көмектесетін тағам болып табылады. Бауырға пайдалы тағамның тағы бірі сүт. Айран, сүт, йогурт, сүзбе, ірімшік бауырды қатерлі ісіктен қорғайды. Негізінен майы аз сүт өнімдерін тұтынған абзал. Бауыр қалай жұмыс істейді? Бұл ағза 500-ден астам функцияларды орындайды. Ең бастысы, бауыр токсиндерді жоюға көмектесетін өт сөлін шығарады. Бауыр сонымен қатар ас қорытуға көмектесетін майлардың ыдырауында, холестерин өндірісінде, артық глюкозаны басқаруда, қанның ұюын реттеуде және басқаруда маңызды рөл атқарады. Сау болуы үшін тамақтану ережелері: тұтас дәнді дақылдар мен бұршақ дақылдары сияқты талшыққа бай тағамдарды таңдаңыз. Пайдалы майларды балық, жаңғақтар, тұқымдар, өсімдік майы таңдау керек. Қаныққан майлардан бас тарту керек. Бұл фастфуд өнімдері, маргарин, пальма майы. Диетаға жемістер мен көкөністерді көп қосыңыз. Қанты бар сусындар,
алкогольді және қуырылған тағамдарды шектеу керек. Бауырға не пайдалы? Бауыр асқабақ және асқабақ тұқымын жақсы көреді. Олардың құрамында бауыр жасушаларының жасушалық мембранасын құруға және холестерин алмасуына қатысатын көптеген гепатотроптық заттар бар. Қызылша да бауырға өте пайдалы көкөніс болып табылады. Куркума бауыр жасушаларын токсиндердің әсерінен қорғайды және липидтердің тотығуын болдырмайды. Денсаулығымыз жақсы болу үшін осы зиянды өнімдерді тұтынбай, дұрыс тамақтанып жүрейік.